Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз жаңа жыл мерекесіне арналған осындай өте дәмді және өте әдемі имбирные пряники жасаймыз. Бұл тәттіні мерекеге арнап балалармен бірге жасасаңыздар өте қызықты болады. Құрамы қолжетімді заттардан тұрады, барлығы экранда көрсетілген, тезірек скриншот жасап алыңыздар. Ең бірінші жеке ыдыста ұн, сода, корица, имбир, мускатный орехты араластырып аламыз. Содан соң басқа ыдысқа қант пенен сары майды қосып миксерлейміз. Үстіне жұмыртқаны салып, тағы да миксерлейміз. Ол көпіреді. Үстіне балымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ендігіде арасында араластырып отырып, ұнымызды қосып шығамыз. Және өте жұмсақ тесто илейміз. Міне осындай жып-жымсақ және иісі деген керемет мүңкіп тұратын қамырымыз дайын болды. Целлофанға салып, холодильникқа немесе морозильникқа жарты сағатқа салып қоямыз. Ол формасын ұстап қатты болу керек. Менің қамырым морозильникта жарты сағат тұрдым. Алып шығып, осылай 2-ге немесе 3-ке бөліп тастап, қалған бөлігін қолданбайтын қайтадан морозильникке салып қоямыз. Қалған бөлігімен өстіп жайып, өзімізге керекті формада осылай печеньеларды жасап шығарамыз. Қолдың жылуымен қамырымыз өте тез жұмсарып кетеді, сондықтан қолданбайтын бөлігін міндетті түрде морозильникта ұстаңыздар. Менде 3 противень печенье шықты. 180 градуста 5-7 минут пісіреміз. Міне осындай керемет дәмді және иісі дегенің өте керемет біздің пряниктарымыз дайын болды. Пряникті осылайда қалдырып жесеңіздер болады, үстелге де салсаңыздар болады. Біз оның үстіне әдемі суреттер саламыз. Бұл сурет салуға арналған ақуыздан жасалатын глазурьдің құрамы. Құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ақуызы мен сахарный пудраны салып, және үстіне крахмалды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін бұл массаны минимум 2 минут миксерлейміз. Содан соң үстіне лимонның соғын қосып, тағы да 2-3 минут миксерлейміз. Осындай аппақ, әдемі біздің глазуріміз дайын болды. Енді барлығын бір ыдысқа салып, үстін целлофанмен міндетті түрде жабамыз, өйткені бұл тез қатып қалады. Енді керек түстерге бояу үшін осылай жеке тарелкаларға салып, үстінен красительді қосып, қазір араластырамыз. Дайын болған глазурды міндетті түрде бетін целлофанмен жауып отырамыз. Егерде кішкене қатып тұрған болса, 1 тамшы, 2 тамшыдан су қосып отырып, бізге керек массаға айналдырып алуға болады. Дайын глазурды зип пакеттерге құйып осылай салып қоямыз, сол кезде ол қатпайды. Және қазір пряникімізді әсемдейміз. Бірінші әсемдейтініміз бізде осындай имбирный адам. Кез келген форманы әсемдер кезде шетіне осылай контур жүргізіп аламыз. Міндетті түрде ол контур 3 минут, 4 минут, 5 минут кішкене қату керек. Содан соң ғана оның ішіне басқа заттар жасап, басқа түс құйып, әртүрлі жаңағындай әсемдеулерге кірісуге болады. Пряниктің ішін осылай бояуға арналған глазуріміз кішкене сұйықтау болу қажет. Ол сұйықтықты жасау үшін бағана дайын болған глазурға 1-2 қасық тағы да су құямыз. Сәл сұйықтау болу керек. Сол кезде ол өте күшті болып боялып және өте жақсы таралып, біркелкі болып тұрады.
ішіне басқа түс құйғаннан кейін оны тағы да кішкене кептіруге қоямыз. Қалған фигуркалардың барлығын бағанағы заңдылық бойынша жасап шығарамыз. Яғни шетіндегі контуры сәл жаңағындай қаттылау глазурмен бояп шығамыз. Одан соң ішіне құятын түсіміз кішкене сұйықтау болғаны дұрыс. Сол кезде әдемі болып тұрғанда, таралғанда да біркелкі таралады. Имбирный адамды бояған түсіміз сәл қатыңқырады, жарты сағаттай тұрды. Енді осылай көзін, мұрнын, аузын салуға болады. Яғни сіздер түсінгендеріңіздей, кез келген жаңағы форманы глазурмен бояғаннан соң келесі әрекетке көшер кезде ол кішкене қатқанын күтулеріңіз керек. Өйткені екі түс бір-бірімен араласып, әдемі емес болып кетуі мүмкін. Мінекей біздің осындай жаңа жылдық, өте әдемі және иісі дегеннің керемет, дәмі одан да керемет имбирный пряниктарымыз дайын болды. Жаңа жылдық көңіл-күймен балалармен бірге жасасаңыздар, өте қызықты боларды. Балалардың фантазиясын қоссаңыздар. Мінекей біз мыналарды өткен жұмада балалармен бірге жасадық. Өте қызықты болды. Жұмсақ. Күшті болып піскен. Иісі деген керемет. Имбир, корица, мускатный орехтардың иістері керемет болып шықты. Не деген дәмді. Сөз жоқ қой, сөз жоқ. Осы пряниктарды міндетті түрде жасап, жаңа жылда өзіңізге және балаларыңызға, отбасыңызға жаңа жылдық көңіл күй тудыруға тілектеспін. Астарыңыз дәмді болсын.